Еліміздің табиғи байлығын сақтау мен оны келер ұрпаққа қалдыру баршамызға ортақ ұлы міндет. Жылымызды жақсы бастап жатырмыз. Мемлекет басшысы осы салаға мән береді. Білесіздер, ең бірінші жалақы мәселесі, сонымен қатар материалдық базасын нығайтуға жергілікті атқарушы органдарға және тиісті министрлікке нақты тапсырмалар берілді. Нәтижесінде былтырда біз жергілікті бюджеттен 500 миллион қаржы бөліп, биыл міне 2,2 миллиард теңгеге қаржыға біз арнайы техника алып отырмыз. Осы техника қызметкерлерімізге мына жұмысты жеңілдетіп, ең бірінші мына табиғатты аялау үшін, күтіп ұстау үшін өрт мәселесін алдын алу және де мына су тасқынға байланысты жұмыстарды ұйымдастыруға мүмкіндік береді.